Достар сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мега хит болған сникерс трайфл дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты миксердің ең аз жылдамдығынан жоғары жылдамдығына дейін арттырамыз. Сұйық май және сүт қосып араластырамыз. Осы массаның үстіне құрғақ ингредиенттерімізді саламыз. Ұн, какао, ванилин, қопсытқыш қосамыз. Енді үстіне 1 стакан су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массаны кез келген формаға салып, 180 градус 30 минутта пісіріп аламыз. Бисквитті суытып алып, қолымызбен үгітеміз. Енді крем дайындаймыз. Ең бастысы ыдысымыз миксердің венчигі құрғақ таза болу керек. Сливкиді құйып, қоюланғанша шайқаймыз. Енді үстіне вареный сгущенка мен сгущенный молоконы қосып жақсылап араластырамыз. Арнайы трайфл ыдыстарына немесе үйдегі қолайлы ыдыстарға бисквиттерді саламыз, үстіне кремімізді құямыз. Енді ганаш дайындаймыз. Шоколад пен сливкиді араластырып, ерітіп аламыз. Жақсылап араласқан соң үстіне жаңғақтарымызды саламыз. Трайфлдың бетіне ганашты құйып, мұздатқышқа 2 сағатқа жібереміз. Трайфл дайын, өте дәмді болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.